Салеметсізбе, құрметті көрермен. Сіздермен жүздесіп отырған маразмын. Бүгін біз қарастыратын тақырып ол ереже. Біз мына көрсетіліп тұрған кітаптың 11-ші юнитіне келіп жеттік. Және бүгінгі өтетін тақырыбымыз How long have you been? Есімізге түсірейік, алдыңғы сабақта біз present perfect simple менен present perfect continuous'ты салыстырған болатынбыз. Сол жерде біз сұрақ қойған болатынбыз how long деп. How long, яғни ол present perfect continuous'та қойылатын сұраулы үстеулер. Енді осы тақырыпта тереңірек түсіндіретін боламын. Сонымен бастаймыз. A. Dan and Jenny are married. They got married exactly 20 years ago. So today is their 20th wedding anniversary. They have been married for 20 years. We say they are married. This is present. But how long have you been married? This is present perfect, not how long are they married. They have been married for 20 years, not they are married. Сонымен, Dan мен Jenny үйленген. Олар 20 жыл бұрын үйленген. Қазір олардың 20 жылдық тойлары болып жатыр. Олардың үйленгендеріне 20 жыл болды. Біз they are married десек, олар үйленген деген сөз, бірақ қашаннан бері немесе қанша, олардың үйленгендеріне қанша болды деп сұраса, онда біз present perfect'ті пайдаланамыз. Келесі, we use the present perfect to talk about something that began in the past and still continues now. Біз present perfect'ті бір әрекеттің бұрын басталғанын және әлі де жалғасып жатқанын айтқан кезде қолданамыз. Compare the present and the present perfect. Енді осы present simple менен present perfect'ті салыстыра кетейік. Bill is in hospital, but he has been in hospital since Monday. Bill қазір больницада жатыр. Ол ауруханада дүйсенбіден бері жатыр. Біріншісінде is'ді қолданып тұрмыз. Біз жалпы осы уақытқа қатысты ақпаратты хабарлап тұрмыз. Ал екінші мысалда біз қашаннан бері ол жерге түскенін айтып тұрмыз. Екінші мысал, do you know each other well? Сендер бір-бірлеріңді жақсы білесіңдер ме? Бұл презентта. Бірақ have you known each other for a long time? Қаншалықты ұзақ сендер бір-бірлеріңді білесіңдер. Бұл мысалдан түсінгеніміз, егер біз бір нәрсені жай ғана хабарлайтын болсақ, яғни осы уақытта өтіп жатқан, болып жатқан нәрсені, фактыны жеткізетін болсақ, онда біз презентті пайдаланамыз. Ал егер де белгілі бір қашаннан бері басталғанын білгіміз келетін болса, онда міндетті түрде present perfect'ті пайдаланады екенбіз. Енді B'ға назар салайық. I have known, had, lived is the present perfect simple. Мен білемін, менде бар, мен өмір сүріп жатырмын. Бұлардың барлығы present perfect'те тұрады. I have been learning, been waiting, been doing. Бұлар мен үйреніп жатырмын, мен күтіп тұрмын, жасап жатырмын. Бұлар present perfect continuous'те тұрады. When we ask or say how long, the continuous is more usual. Егер біз қай уақыттан бері деген сұрақты сұрайтын болсақ, онда міндетті түрде continuous'ты қолданамыз. I have been learning English for 6 months. Мен агылшын тілін 6 айдан бері үйреніп келемін. Бұл ережеде айтқысы келгені, белгілі бір процесті білдіретін етістіктер present perfect'та тұрады да, процесті білдірмейтін етістіктердің көбісі жай present perfect simple'да келетінін хабарлап тұр. Some verbs, for example, know, like, believe, are not normally used in the continuous. How long have you known Jane? Not have you been knowing. Кейбір етістіктер, яғни сезім етістіктері, олар алдыңғы сабақта да айтқанбыз, continuous формасын қабылдамайды деп. Сен қашаннан бері оны білесің. Яғни көп адам осы жерде шатасады.
I have had a pain in my stomach all day. Күні бойы ішім ауырып жүрді. You can use either the present perfect continuous or simple with live and work. Өмір сүру, жұмыс істеу деген етістіктермен бірге present perfect'ті де немесе present perfect continuous'ті де қолдана берсек болады, қателігі жоқ. Julia has been living or has lived in Paris for a long time. Julia Парижде ұзақ уақыт бойы тұрып жатыр. How long have you been working or have you worked here? Қашаннан бері мұнда жұмыс жасайсың? But we use the present simple I've lived, I've done, with always. I've always lived in the country. Бірақ, егер always сөзін қолдансақ, онда біз I have lived, I have done, яғни present perfect simple'ды қолданамыз. Continuous'ты қолданбаймыз. D. We say I haven't done something since for present perfect simple. Біз бір нәрсені істемедік осы уақыттан бері деген сөздерді айтқан кезде present perfect simple'ды пайдаланамыз. I haven't seen Tom since. Мен Томды дүйсенбіден бері көрген жоқпын. Бұл жерде continuous формасын қолданылып тұрған жоқ. Sue hasn't phoned for ages. The last time she phoned was ages ago. Sue маған звондамағалы бәленбай уақыт болды. Сонымен ереже аяқталды. Енді жаттығуына көшейік. Exercise 1, number 3. Sue and Alan are married since July. Have been married, not are married. 4. The weather is awful. It's raining again. Okay. 5. The weather is awful. It's raining all day. No, it has been raining. 6. I like your house. How long are you living there? No. How long have you been living there? 7. Gary is working in a shop for the last few months. No, Gary has been working. 8. I don't know Tim well. We've only met a few times. Okay. 9. I gave up drinking coffee. I don't drink it for a year. I haven't drunk. 10. That's a very old bike. How long do you have it? No. How long have you had it? Сонымен бірінші жаттығу аяқталды. Екінші жаттығу. Exercise 2, number 2. You meet a woman who tells you that she teaches English. You ask her, how long have you been teaching English? Or how long have you taught? 3. You know that Jane is a good friend of Caroline's. You ask Jane, how long have you known Caroline? 4. Your friend's brother went to Australia some time ago and he's still there. You ask your friend, how long has your brother been in Australia? 5. Tim always wears the same jacket. It's very old jacket. You ask him, how long have you had that jacket? 6. You are talking to a friend about Joey. Joey now works at the airport. You ask your friend, how long has Joey been working at the airport? Or how long has Joey worked? 7. A friend of yours is learning to drive. You ask him, how long have you been learning to drive? 8. You meet somebody on a plane. She says that she lives in Chicago. You ask her, have you always lived in Chicago?
Сонымен екінші жаттығу аяқталды. Енді үшінші жаттығу exercise 3, number 3. Is Margaret married? Yes, she's been married for 10 years. 4. Are you waiting for me? Yes, I've been waiting for the last half hour. 5. You know Linda, don't you? Yes, we've known each other a long time. 6. Do you still play tennis? No, I haven't played tennis for years. 7. Is Jim watching TV? Yes, he's been watching TV all evening. 8. Do you watch TV a lot? No, I haven't watched TV for ages. 9. Have you got a headache? Yes, I've had a headache all morning. 10. George is never ill. Is he? No, he hasn't been ill since I've known him. 11. Are you feeling ill? Yes, I've been feeling or I felt ill all day. 12. Sue lives in London, doesn't she? Yes, she's lived or she's been living in London for the last few years. 13. Do you go to the cinema a lot? No, I haven't been to the cinema for ages. 14. Would you like to go to New York one day? Yes, I've always wanted to go to New York. Сонымен жаттығу аяқталды. Енді өткен ережеге шолу жасап көрейік. Бүгін біз present perfect continuous пенен present simple'ды салыстырдық. Present simple бір нәрсені хабарлағанда ғана қолданылады. Ал present perfect'тің қолданылуы бірінші since, for істеулермен бірге келеді. Екінші how long сұрағымен келеді. For a long time сұрағымен келеді. Келесі I have known, I have had, I have lived. Present perfect simple'да келеді де, ал learning, waiting, doing деген секілді процесті білдіретін етістіктер present perfect continuous формасында келеді. Live және work етістіктері continuous формасында да, present perfect simple формасында да қолданыла береді. Егер сөйлемде always істеу болатын болса, онда present perfect формасын ғана қолданамыз. Сонымен ереже аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдалы болып жатса, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.